Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ тілі сабағы басталды. Жаңа тақырып бай баласы мен жарлы баласы. Күрделі етістіктер. Оқу мақсаты: эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, нұсқаулық құрастырып жазу. Асан мен Үсен оқиғасы. Асан деген бай баласы, Үсен деген жарлы баласы екеуі құрдас екен. Бір күні ел көшкенде қырасында ойнап жүріп, ескерілмей екеуі жұртта қалыпты. Бір мезгілде үйге баралық деп келсе, ауыл жоқ, құр жұрты жатыр. Асан айқай салып жылай бастады. Үсен ойланып тұрды да айтты: жылағанмен еш нәрсе өнбес, көшкен ауылды іздеп табалық, елді қайдан табамыз, қай жаққа кеткенінде көргеніміз жоқ, деді Асан. Үсен үндемеді. Асанды ертіп көшкен жұртқа келді. Жұртта бір көзі сынған ине жатыр екен. Оны алды және бір пышақтың сынығын, бір-екі уыстай қыл тауып оны да алды. Сонан соң ауылдың жұртын айнала жүгіріп жүріп, көштің кеткен сүрлеуін тауып, сол сүрлеуге түсіп жүре берді. Біраз жүреткен соң сүрлеу екі айырылды. Мұны көріп Асан жылай бастады, енді қайсысына түсеміз деп. Үсен қарап жүріп біреуіне түсті. Мынау сүрлеу бүгін жүрген көштің сүрлеуі екен, малдың жас тезегі бар, деді. Бірінші тапсырма: сұрақтарға жазбаша жауап беріңіз және Ыбырай Алтынсариннің осы әңгімесін еске түсіре отырып, оны әрі қарай жалғастырып көріңіздер. Күрделі етістіктер екі я одан көп сөзден құралып, бір ғана мағынаны білдіріп, бір сұраққа жауап беріп, сөйлемнің бір ғана мүшесі қызметін атқаратын етістіктер күрделі етістіктер деп аталады. Күрделі етістіктің түрлері: құрама етістік, құранды етістік, қосарлы етістік, біріккен етістік және тұрақты етістік. Тапсырма: сөйлемдерді көшіріп жазып, ішінен етістіктің түрлерін анықтаңыздар.